Так, баршамызға қайырлы кеш. Презентацияны бастай берейік. Қазақша. Кірмегендер кешіп келгендер записті қарайды міндетті түрде. Бізде презентациядан осы запись жазылады. Запистің барлығын біз чатқа жібереміз, бірақ қазір кірген адамдар ұйып тұрып қазір тыңдап алыңыздар. Өте керемет мүмкіндік. Қазір сіздерге барлығын айтып берем. Енді қайырлы күн, құрметті серіктестер, достар. Бүгін сіздерді S Global компаниясының таныстырғым келеді. Бұл енді денсаулық, технология және қаржылық өсім мүмкіндіктерін біріктіретін халықаралық платформа. Біздің ұранымыз, біз өмірімізді жақсы жаққа өзгерте аламыз. S Global компанияның ұраны. Тарихы мен миссиясын айтатын болсақ, S Global компаниясының бұл жай ғана бизнес емес, бұл дені сау, ауқатты, болашақ үшін қозғалыс. Премиум класс өнімдерін жасап, адамдарды сол арқылы табыс табуға үйретеді. Қазіргі таңда компания 50 елде адамдардың өмірін өзгеріп жатыр. Компанияның миссиясы кәсіпкерлерді шабыттандыру және оларды қажетті білім мен құралдармен қамтамасыз ету. Көшбасшылар командасын мен таныстырайын, мына жерде көріп отырсыздар. Бұл компанияның әрбір қалада, әрбір мемлекеттерде болған жаңағы өзінің семинарлары. Сондықтан бұндай семинарлар 3 ай сайын болады компанияда. Алдағы уақытта Бішкекте болады. Бішкек қаласында, Қырғызстан мемлекетінде. Енді компанияның GMP-ға стандарты бойынша жасалынған сертификаты бар. То есть GMP стандарт бойынша жеке өзінің өндірісі не алынған осындай сертификаттар бар. Өніміне де алынған сертификаттар бар. Қарасаңыздар, өте мықты, жоғарғы деңгейдегі сертификаттары бар. Компанияның өзінің өндірісі бар. Компания Малайзия елінде өндіріледі өнімдері. Қазір премиум өте жоғарғы сапалы өнімді өндіреді. Жоғарғы класс деп айтуға болады. Енді өнімдерін жасап, сол арқылы табыс табуға үйретеді. Енді қазір сіздерге міне сертификаттарды қарап отырсаңыздар, адамның ағзасына қауіпсіз, то есть өте осындай қауіпсіз өнім деген сертификат алып отыр. Әрине, сосын бұл компанияның сертификаты бар. Адамның жаңа өнімдерді, мысалы қауіпсіз өнімдерді өндіретін өндірістің өзі, например, қауіпсіз дейді. Сондай өте жоғарғы деңгейдегі сертификаттары бар. Халал сертификаты бар. Малайзия елінен шыққаннан кейін міндетті түрде халал сертификаты болады. Неліктен халал сертификаты? Өйткені ол өте сондай қатал мемлекет. Біріншіден осы требовать ететін осы халал сертификаты. Егер де халал сертификаты болмаса, онда Малайзия өзінің еліне ондай өндіріс жасауға, өнім жасауға да, жаңағы өнім сатуға да не бермейді, рұқсат бермейді. Өйткені даже сертификатты алған кезде бірнеше стандарттық тексеруден өткізеді. Әрбір стандарт, мысалы, этап дейді ғой, 150 этаптық, 100 этаптық жаңағы тексерістер болады. Сол тексерістен өткеннен кейін ғана, мысалы, адамның ағзасына қауіпсіз мемлекет жаңағы осындай халал сертификатын береді Малайзия елі. Егер де стандартқа сай емес бір кері әсерін беретін бір ингредиенттер табатын болса, онда ол жақта өте қатал заң соттап жібереді. Компанияны әрі қарай дамытқызбайды. Ал енді осы қарап отырсаңыздар, тағы да мынандай сертификаты бар. Таможенный союздан алған Қазақстан, Россия, Белоруссия, Қырғызстан, Армения еліне официально ашық тіркелген. Бұл өнімді сатып алуға да болады, бұл өнімді сатуға да болады осы мемлекеттерде. Сондықтан қорықпай осы компаниямен жұмыс жасаймын дейтін болсаңыздар, ішкеннен кейін міндетті түрде әрине керемет нәтиже аласыздар, бірақ сол нәтижені алғаннан кейін әрине ертеңгі күнде біреулерге айтып, жаңағы не ететін болсаңыздар, сатқыларыңыз келетін болса, қорықпай сата берулеріңізге болады. Өйткені бұл компанияның өнімі жаңағы официально ашық түрде сата беруге болады. Қазақстан елі болсын, жаңағы Армения елінде болсын. Енді біздің көшбасшыларымыз қазір жеке барлығы бойынша айтамын, осы компанияның ең басты көшбасшылары негізгі 3 жаңағы мистер Лео, сосын жаңағы Джонатан Аби,
И жаңағы доктор Чан. Әрқайсысын айтатын болсақ, мистер Лео негізгі қалаушысы, осы компанияның CEO маман, денсаулық сақтау, тері күтімі және фитнес саласындағы бай тәжірибесі бар кәсіпкер, өте мықты кәсіпкер. Ал келесі Джонатан Абиді алатын болсақ, Африка бойынша директор, мобильді маркетинг пен желілік бизнес маманы, бизнес тренер, коуч, Африка елінің қазір өте қатты дамытып жатқан өте мықты жаңағы лидер деп те айтуға болады, осы компанияның қалаушыларының бірі. Ал енді келесі доктор Чанды алатын болсақ, доктор Чан медициналық және эстетикалық кеңесшісі, жасушалар мен қартаюға қарсы технология бойынша маман, өте мықты маман. Енді қараңыздар да, бұл доктор Чан осы компанияның өнімнің әрбір ингредиенттерін қадағалап отырады, барлық ингредиенттерін қадағалап, оның сапасын өте қадағалап отырады. Өйткені қазіргі таңда өнімдердің егер де бір ингредиенттері артық қосылып кетсе, немесе кем қосылып кететін болса, онда керемет жаңағы бір несі керемет болмайды, формуласы бұзылып қалады. Сондықтан осы біздің керемет сапалы өнімімізді осы бізге дейін жеткенше, оны өндірген кезде әрбір ингредиенттің қадағалап отыратын доктор Чан жаңағы медицина және эстетикалық кеңесші, өсімдік жасушалар мен қартаюға қарсы технологиялар бойынша ең мықты маман. Ал енді келесі мысалы компанияның болашағын айтатын болсақ, компания 2023 жылы құрылған, Малайзия елінде құрылған, Малайзия елінде тіркелінген, 2024 жылы Малайзияның GMP стандарты бойынша жеке өндірісі ашылып отыр. Енді қараңыздар да, 25 жылы осы компанияның 5 елде зауытын ашу карта бойынша ашу көрсетіліп тұр. Енді 26 жылы NASDAQ қор биржасына шығу. Компания өзінің құнды жаңағы токендарын, өзінің акцияларын шығарады. Сол кезде 26 жылы жаңағы NASDAQ қор биржасына шығу жаңағы мақсат. Енді келесі, мына қарап отырсаңыздар, келесі өнімдер, мысалы да ғылыми технология және денсаулықты біріктіретін өнімдер шығарады. Өнімнің бағыттары негізі денсаулық және сұлулық, өсімдіктің жасушалары, ерлер мен әйелдерге арналған күтім, балалар тағамы, жалпы денсаулыққа арналған өнімдер шығарылады. Енді болашақта жеке күтімге байланысты өнімдер болады. Алтын қосылған сабын, пребиотик тіс пастасы қазір бар, мысалы да, гигиеналық жүргектер пробиотикті шығады болашақта. Одан да жақсы тері күтіміне арналған жақсы өнімдер шығады. Үйге арналған, мысалы, инновациялық өнімдер, кванттық өнімдер шығатын болады, кванттық жастықтар сияқты да, сол сияқты өнімдер болашақта болады. Қазіргі өнімдер, мысалы, ең басты өнімдер қазір біздің сатылуда бар, осы S Global компаниясының осы Қазақстан мемлекетінде, жаңағы Қырғызстан мемлекетінде, сосын Россия мемлекеттерінде уже складтары бар, қоймалары бар, сатылымда бар өнімдер туралы қазір нақты сіздерге айтып беремін. Басты артықшылықтары GMP стандарты бойынша өндіріс, табиғи және жоғарғы технология ингредиенттер негізімен жасалынған, нәтиже беретін және шынайы әсер дәлелденген өнімдер. Енді өнімдер, ең басты өнім калангард, осы треугольник деп жатады, үшбұрышты өнім. Ең басты өнім осы керемет нәтиже беріп жатқан калангард, іш құрылысты тазартатын. Sunrise, бұл енді иммунитетті көтереді, жасартады. Sunset, ұйқыны жақсартады, сосын адамның несін, көңіл күйін жақсартады. Келесі, міне калангардты айтып беретін болсақ, бұл өте керемет, ең басты өнім, бұл іш құрылысты тазартады. Қазіргі таңда революционный продукт деп айтуға болады, бұл өнімге аналог жоқ қазіргі таңда. Өйткені бұл іш құрылысты жай ғана тазартқана қоймайды, ол қауіпсіз тазартады. Сіздің іш құрылысыңызды тазартып қана қоймай, сізге иммунитетіңізді көтереді, сіздің әрбір клеткаларыңызды, жасушаларыңызды қоректендіреді. Енді айтатын болсақ, кешіріңіздер.
Енді қарайтын болсақ, мысалы да, қанның айналымын жақсартады, арықтағысы келетін адамдарға өте жақсы жаңағы нәтижесін беріп жатыр. Негізі өте үлкен көп салмақтылар, мысалы да, адамның ағзасында неге өте көп салмақ, көп тамақ ішпеймін дейді. Адамның іш құрылысында 33 килограммға дейін токсина, шлактар, неше түрлі, мысалы да, нелер бар да, шлактар болады екен. Сондықтан көбінесе біз тазартпаймыз. Жаңағы қанның айналымын өте жақсартады. Содан кейін ас қорыту жүйесін жақсартады, иммунитетті күшейтеді. 70% иммунитет біздің тоқшекте. Егер де біздің тоқшегіміз қақ болып жататын болса, лас болып жататын болса, то есть біздің не істейді, иммунитетіміз әлсірейді. Сосын тоқшектің жұмыс жасау қабілеті әлсірейді. Не үшін тамақ жейміз? Әрине, витамин алу үшін, күш алу үшін, энергия алу үшін тамақ, күнделікті тамақ жейміз. Егер де біздің тоқшегіміз қақ болып жататын болса, таза болмаса, мысалы да, ішкен жегеніміз бойымызға сіңбейді. Бойымызға сіңбегеннен не істейді? Біз әлсірейміз. Энергиямыз әлсірейді, иммунитетіміз төмен түседі. Сондықтан бұл калангат сіздің әрбір іш құрылысыңызды тазартады. Сіздің ворсинкаларыңызды жұмыс жасау қабілетін жақсартады. Содан кейін бұл пробиотикпен расторопшы бар, пробиотиктарды білесіздер, ол жаңағы тоқшектің жұмыс жасау қабілетін жақсартады. Кейбір тазартамыз, сарағышқа, әрбір неше түрлі жерге барып тазартамыз ғой, клизма жасап жатады. Негізі клизма жасау өте қауіпті ағзаға. Неге? Өйткені клизма полезный бактерияларды жуып шайып тастайды. Сол кезде тоқшектің жұмыс жасау қабілеті мүлдем әлсірейді. Ондай өте қауіпті тазарту дейді ғой. Сондықтан қазір бұл өнім инновациялық өнім, өте керемет, мықты ученыйлардың ойлап тапқан өте керемет өнімі, өте үй жағдайда өте қауіпсіз іш құрылысты тазарту. Әрбір ағзаңызды тазартып қана қоймай, сіздің иммунитетіңізді көтереді, сіздің әрбір жасушаларыңызды қоректендіреді. Жаңағы содан кейін жаңағы кожа дейді ғой, теріні жақсартады, шаштың түсуін жаңағы жақсартады, иммунитетіңізді күшейтеді. Бауырды тазартуға да өте жақсы әсерін береді. Өт жолы мысалы қазір толып қалған екінің бірінде да. Сондықтан осы калангатты ішіңіздер. Менің мысалы жаңағы өте көп бір-екі апта, бір ай бойы менде қақырық шықты. То есть хронический бронхит. То есть мен білген жоқпын, тоқшекті ғана тазартуға ішкем, сөйтсем жаңағы кеудемді тазартады, и бүйректегі жаңағы менің бүйрегімдегі құм шықты. Бүйректе құм ішкен кезде кішкене ауырсынса да іше беріңіздер, көбіректе су ішіңіздер. Ауыртты, ана жерімді қозғады деп тастай салмаңыздар. Өйткені менде де арқам қышып, арқам қатты бөртіп, сондай жағдайлар болды. Сонда да тоқтатқан жоқпын, бөрткені бәрі шығаны бәрі кетті. Сондықтан тоқтатпаңыздар. Өйткені ауру қалай шығады? Ауру оңайлықпен шықпайды. Ауру ауырып шығады. Любой ауру 20, 30, 40, 50 жыл жинаған аурулардың барлығы ауырып шығады. Сондықтан бастадыңыздар ма, тек қана көбіректеу су ішіңіздер. Ал енді бет безеулері болатын болса, тоже өте жақсы көмек көрсетеді. Беттегі дақтарды барлығын жақсы кетіреді. Келесі Sunrise деген өнім, өте керемет өнім. Бұл Sunrise тағы да инновационный өнім. Бұл енді айтады ғой, қалай айтса екен, жасартатын, борьба со старением деп айтып жатады. Бәрімізде жасарғымыз келеді. Мысалы қараңыздар да, клетка 37 миллиард клеткаға күнде қорек керек, күнде. Бірақ біз қоректендірмейміз. Біз күнделікті қазір тамақтан алмаймыз керекті витамин, дәрумендер, минералдарды алмаймыз. Өйткені қазір химиялық қоспа тамақтар өте көп, ауа тоже химияланған. Қазіргі осы әлсірей бастайды. Негізі 40 жастан кейін біздің әрбір клеткамыздың арасындағы молекула азаяды, 40-тан кейін 50% ғана қалады. Ал енді 50 жасқа келген кезде қанша пайыз ғана қалады? То есть иммунитетіміз әлсірейді, энергия әлсірейді, тез қартая бастаймыз. Сондықтан бұл инновационный өнім Sunrise, бұл не істейді? Сіздің жасыңызды ұзартуға мүмкіндік береді. 10, 20, 30 жылға дейін қалай мүмкіндік береді? Сіздің жаңағы
күш береді, энергия береді. Әрбір клеткаңыздың энергия беру арқылы сіздің иммунитетіңізді күшейтеді. Энергия тасып тұрған кезде өзіңіз білесіз да, организм жасарады. То есть керекті қоректі заттың барлығын береді. Шаштың енді самый мощный антиоксидант деп айтуға болады. Мысалы да, клетканы әртүрлі стресстен қорғайды да, то есть қорғаушы деп айтуға болады. Например, да, жасыңыздың қартайып кетуіне жасартуға мүмкіндік береді. Мысалы да, әртүрлі керемет құрамында өте керемет минералдар мен витаминдер бар. То есть мощный антиоксидант деп айтуға болады. Холестеринді жаңағы төмендетеді, қан айналымын жақсартады да. Сосын қан айналымын ғана жақсартып қоймай, тамақ, то есть нетеді, ас қорыту жүйесін де жақсартады. Сосын мидың ойлау қабілетін жақсартады, ұйқыңыз қалпына келеді. Содан кейін тағы да энергияңыз күшейеді, иммунитетіңізді күшейтеді, свободный радикалмен күреседі. Содан кейін жаңағы сахар крови болатын болса, оған да өте жақсы да. Мысалы да, енді бұл теріні жақсартады. Әжімдерді азайтып, теріні жақсартып қана қоймай, қан айналымын жақсартады. Негізі өте керемет құрамында NMN деген ингредиент бар. Ол не істейді? Ол біздің жаңағы нат плюстың құрамымызда молекуланы көбейтеді. То есть молекуланы көбейген кезде жаңағы бізге күш көбейе бастайды, күш бере береді, энергия көбейе бастайды. Энергия көбейген кезде біздің жаңағы күш қуат, иммунитетіміз көтеріліп, жаңағы біздің организмімізға қанымыздың жасаруына мүмкіндік береді. То есть бүкіл свободный радикалдарды организмнен шығара бастайды. Өте керемет. Осы үшін мен осы компанияға келдім, осы өнім үшін келдім. Өйткені қазіргі таңда тренд бұл NMN ингредиентін, мысалы да, Кардашьян немесе тағы да басқа миллионерлер бәленбай $1000 сатып, виде инъекция алып жасарып отырған. Қазіргі таңда виде порошка өте қолайлы, доступны бізге осы өнімді әкеліп отыр Қазақстанға да. Сондықтан бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұндай өнімді мен жаңа Таиланд қаласында Таиландта мемлекетінде 15 күнге $350 сатып алып отырдым. Ал сіздерге осы $34 ғана сатып алуға мүмкіндік беріп отыр. То есть организмді жасартады. Келесі өнім Sunset деген өнім, ол керемет. Ұйқыңыз бұзылса, жүйкеңіз тозатын болса, осында керемет инновационный өнім бар. Сіздің ұйқы стресс болса, стресстен шыға алмай жүретін болса, стресстен кейін неше түрлі аурулар шығады, например, да, то есть жаңағы раздражительность сияқты, мысалы да, осы ұйқының қалпына келтіріп қана қоймайды, сіздің жаңағы барлық ағзаңызға өте керемет әсерін қалдырады. То есть тоқшектің жұмыс жасау қабілетін жақсартады. Содан кейін мысалы да жүректің қан тамырының мысалы да жақсы айналуына әсерін береді. Сосын противораковый свойствосы бар, антиоксидант деп айтуға болады. Терінді жақсартады, көздің көру қабілетін жақсартады. Сосын тері, здоровая кожа дейді ғой, поддерживает. То есть қазіргі таңда бізде теріміз мысалы да күнінде неше түрлі, мысалы ауамыз таза емес қой, неше түрлі химиялық немен жаңағы күн сәулесінен аламыз, неше түрлі да қауіпті нелерді, күн сәулесін. Соның барлығын егер Сансетті күнделікті қолданып отыратын болсаңыздар, өте жақсы қорғайды, ұйқыны жақсартады. Ұйқысы жоқ адамдар 2-3 дейін ұйықтай алмай, таңғы 5-6-та тұрып алатын болсаңыздар, менде өзімде сондай болды, 2-3 дейін ұйықтай алмаймын, ұйқы жоқ. Сосын таңғы 5-6-та тұрып аламын. Ұйқы дұрыс ұйықтамағаннан кейін адамның миы не істейді? Шаршайды. Жұмысшы күні бойы мидың жұмыс жасау қабілеті әлсірейді. Күні бойы берекесіз өтеді күндеріңіз. Сондықтан тағы да энергияны қайдан аламыз? Энергияны тағы да біз ұйқыдан аламыз. Сондықтан уақытымен дұрыс ұйықтайтын болсаңыздар, жаңағы қаншама энергия аласыздар да күні бойы сізде күш болады. Дұрыс ұйықтасаңыз, здоровый сон деп айтып жатады ғой, сол сияқты дұрыс ұйықтасаңыздар күш қуат болады. Күш қуат болғаннан кейін күніңіз берекелі өтеді. То есть настроениеңізді көтереді, көңіл күйіңізді.
осындай жаңағы жүйке жүйесі тозып кеткен адамдарға, стресс, түні бойы компьютерде отыратын балаларын ұйықтата алмай отырған адамдар, міндетті түрде балаларыңыз түні бойы компьютерде отыратын болса, беріңіздер, өте керемет жақсы көрсетеді, көмектеседі. Балаларыңыздың уақытымен ұйықтап, таңертең уақытымен тұратын, жаңағы да бодрый болып тұратын мүмкіндік береді. Енді айта берсек, әрине бұл Сансет туралы айта берсек өте көп. Енді келесі альфа макс В плюс деген ол әйел денсаулығына өнім. Бәрімізде қазіргі таңда мысалда өте етеккірі дұрыс келмейді, немесе жаңағы етеккір келсе жаңа қатты ауырып келеді, уақытымен келмейді, бұзылу өте көп, бала көтере алмай жүрген әйел қыз-келіншектер өте көп. Мысалда менопауза уақытында өте күшті көмектеседі. Өзімде менопауза болған кезде маған өте жақсы әсерін берді. Бұл енді не істейді да, менопауза уақытында жаңағы сіздің проблемаларыңызды шешеді. Менопауза деп жүре бермеңіздер, өйткені сол уақытта көп жүре берсеңіздер, 10 жыл жүретіндер бар, 6 жыл хронический болып кетеді, неше түрлі хронический ауруларды шақырады. Мен жүре беріп жаңағы мастопатия, жаңа щитовидка сияқты неше түрлі аурулар қозып кетті. Сол сияқты жаңағы тазобедренный артроз деген ауруларды қоздырады, буын аурулары шақырады, мысалы менопауза уақытында, климакс уақытында. Сондықтан бұл өнім альфа макс В плюс сол әйелдер денсаулығын қалпына келтіретін өте керемет, таптырмайтын өнім. Міндетті түрде алып ішіңіздер. Кәдімгідей 50 жастағы әйелдер, мысалы да 35 жастағы, 40 жастағы әйелдер сияқты жасарғыларыңыз келсе, именно женский жағынан жасарғыларыңыз келсе, альфа макс В плюсты алып ішіңіздер, өте керемет нәтижесін көресіздер. Ұйқыны да жақсартады, қан айналымын да жақсартады. Бұның да құрамында NMN деген ингредиент бар, то есть омолаживающий, жасартатын организмді. Содан кейін, например, тағы да терінді жақсартады, энергия береді, күш береді, күш-қуат береді, либидоны көтереді, шаштың түсуін қойдыртады, шаштың жаңағы тырнақ немесе жаңағы сүйекті қатайтуға өте жақсы мүмкіндік береді. Ал енді келесі өнім альфа макс М плюс, ол ер адамдарға арналған өнім, революционный продукт деуге болады. Бұл өнімдердің барлығы дүние жүзінде аналығы жоқ, өте мықты, жоғарғы деңгейде, жоғарғы сапада жасалынған премиум класс деп айтуға болады. Қазіргі таңда бұл енді өте керемет, ер адамдарға өте жақсы әсерін береді, қан айналымын жақсартады, жүректің қан айналымын жақсартып, жүректің жақсы жұмыс жасауына өте жақсы әсерін береді. Сосын сперманы жақсартады, кейбіреулерінде мысалы да ер адамдарда, мысалы да бесплодие деген ер адамдар болатын болса, міндетті түрде алып ішіңіздер. Мысалы тек қана әйел адамдарда емес, мысалы қазіргі таңда простатит деген ауруларда жасарып жатыр. Мысалы бұрын 50 жастан кейін асқан адамдарда простатит болатын болса, қазір жасарып жатыр. 20, 25, 30 жастағы жас жігіттердің өзінде қазір простатит деген ауру болып жатыр, немесе жаңағы спермасы өліп қалып жатыр. Мысалы да соны сперманың қалпына келтіруге, качествосын жақсартуға, сосын жаңағы күш-қуат береді. Содан кейін жаңағы профилактика ретінде осыны алып ішсеңіз, 50 жастағы ер азаматтарға, мысалы да тоже 40 жастағы, 35 жастағы ер азаматтардың күшінде күш-қуат керек болатын болса, міндетті түрде альфа макс М плюс өнімін алыңыздар. Ал келесі альфа макс М плюс кофе, бұл енді тез әсер етеді, өте керемет напиток. Кофе ретінде бұл бір пачкасын, жарты пачкасын ғана қолданыңыздар, бір пачкасын бірақ ішпеңіздер, өйткені өте көп болады. Бұл енді өте керемет, тез әсер етеді, тез жаңа күш береді, өте мықты деп айтуға болады. Жаңа простатаға да тоже жақсы, либидоны көтереді, күш-қуатты көтереді, тестостеронның уровень көтереді, мысалы да энергия береді, қан айналымын жақсартады да. Сосын сексуальный выносливость береді деп жатады, күш береді, өте жақсы да, төзімділік береді да. Сосын тестостеронды, то есть көтеріп, жаңағы тағы да өте керемет, жаңағы айтып отырмын ғой, күш-қуат азаяды көбінесе қазір 25-30 жастағы
жас балалардың өзінде мысалы әлсіреу өте көп қазір. Өйткені біздің тамағымыз өте бұрынғыдай табиғи тамақ емес. Қазір химиялық қоспалар көп болғаннан кейін, ауамыз таза болмағаннан кейін біздің ағзамызға свободный радикалдар көп кіреді. Сондықтан осындай әлсіреу жасарып жатыр да, простатит деген аурулардың барлығы жасарып жатыр. Сондықтан сондайға апармау үшін қазірден бастап профилактика ретінде осы өнімдерді алып ішіңіздер. Ал енді келесі ProBioS Plus деген өнім бар. Бұл енді мен ең жақсы көретін өнімім. Бұл жаңағы пробиотик, калангард екеуін қосып ішетін болсаңыздар, вообще керемет результат, 2 есе нәтиже аласыздар. Өйткені мысалда бұл пробиотик не істейді, жаңағы кишечниктің, тоқшектің жұмыс жасау қабілетін жақсартады, иммунитетті көтереді. Содан кейін мысалы да бұнда С витамині бар ғой. С витамині барьер, защита. С витамині иммунитет күнде қорғайды. С витамині организмде болмаса, тез ауырып қаламыз, тез жаңағы грипповать етіп қаламыз, тез инфекция, вирустың барлығын тез қағып аламыз. Потому что С витамині ол біздің иммунитетімізді көтереді, біздің қорғанымыз, біздің защитамыз. А С витамині тез шайылып кетеді. Бітте терледіңіз ба, бойыңыздан С витамин шығып кетеді. Су іштіңіз ба, бойыңыздан жаңағы С витамин шығып кетеді. С витамин қалпына күнде біз нетіп келтіріп, қалпына орналастырып отырмаймыз күнде. Ал С витамин бізге күнде қажет өте. Өйткені біздің иммунитетімізді көтеріп, әртүрлі жаңағы аурулардан қорғайды, күш береді бізге да. Сосын өзіміздің коллагенімізді шығаруға мүмкіндік береді. То есть коллаген емес, өзіміздің бойымыздағы, то есть стимулирует производство коллаген дейді. Сол сияқты бұл С витаминін алатын болсаңыздар, ProBioS Plus, бұл өте керемет бірнеше, то есть айтады ғой, мынау бір оқпен 2 қоян атасыздар дейді ғой. Сол сияқты бір оқпен 3 қоян атып алатын сондай керемет өнім. То есть сіздің тоқшеңіздің жұмыс жасау қабілетін жақсартады, күш береді, иммунитетіңізді күшейтеді. Әрбір неше түрлі жаңағы аурулардан, неше түрлі нелерден, инфекциялардан, неше түрлі вирустардан, грипптардан мысалы да сақтайды. Сондықтан міндетті түрде балаларыңыз болатын болса, садикке, мектепке барып жүрген балаларыңызға күнде осыны ұмытпай беретін болсаңыз, кәдімгідей барьер, то есть защита, қорғаныс. Сондықтан өздеріңізді алып ішіңіздер. Даже менде керемет жаңағы нәтиже көрді. Жай ғана бір адамға осыны ProBioS Plus-ты ғана жай ғана подарить еткен. Басы айналып, көзі қарауытып, сөйтіп постоянно что-то көзім қарауыта береді, басым айнала береді деп. Сол осы пробионы ішті, бір 2-3 ба, сондай ішкен, сразу жаңағы давлениесін көтеріп, кәдімгідей энергия беріп, күшті болып қалдым дейді. Сразу білмеймін, осыны ішкеннен, сразу 1-2 ішкеннен кейін күшті болдым дейді. Сол сияқты ешқандай калангардты ішпей-ақ осыны ішкен сондай күшті әсерін береді. Сондықтан бізде қазір қыс келе жатыр, қысты күніне міндетті түрде алып, сіздің өзіңіздің жаңа қойып қойыңыздар да, балаларыңызға беріңіздер, өздеріңізді ұмытпаңыздар. Күнде ішіп отырыңыздар. Ұмытып кетсеңіздер, мысалы да, күнде қазір вирус көп-ақ ауада, мысалы да, әртүрлі инфекция көп-ақ. Қазір кішкентай балалар көп ауырып жатыр. Алматыда бірінен соң орын жоқ, инфекционный больницада балалар білмеймін бір вируспен ауырып жатыр, бірінен соң бірі. Сондықтан ол вирус, мысалы қараңыздар, біз вируспен ауырамыз, болды жазыламыз, антибиотик жүре береміз, ол вирус қалады организмде. Сондықтан ол вирус не істейді екен? Ол вирус нейронды атаковать етеді. То есть мидың ойлау қабілетін жаңағы әлсіретеді. То есть памятті құртады екен. Әртүрлі қазір вирустар өте көп, бірнеше түрлі вирустар. Ауырамыз, кішкене жақсы боламыз, сосын жүреміз. Қазір сол жаңағы вирустар біздің жаңағы нейронымызды әлсіретеді бізде. То есть жаңа нейрондарды, мысалы да, балаларда енді жаңа нейрон шығып жатады, соның өзінде соны әртүрлі аурулар, вирустар, инфекциялар қазір нетіп жатыр, атака жасап жатыр да, мидың ойлау қабілетін әлсіретіп жатыр. Міндетті түрде ProBioS Plus-ты алып балаларыңызға беріңіздер, өздеріңіз
ішіңіздер, өздеріңіздің организмдеріңізді сақтаңыздар. Енді қараңыздар, келесі Али Прайм, тоже жаңа ер азаматтарға арналған өте керемет өнім. Мысалы да, бұл енді тоже күш береді, ер адамдарға денсаулық беретін, ер адамның денсаулығына өте пайдалы өнім. Жаңағы сексуальный не здоровье дейді ғой, денсаулық береді. Содан кейін жаңағы жүректің жақсартады, қан айналымын жақсартады. Содан кейін гормональный баланс дейді ғой, енді ер адамдарда болады гормональный баланс, тепе-теңдік, да, соны жақсартады, тепе-теңдік ұстайды. Сосын тестостеронды көтереді. И стресс алған адамдарға, настроениесі жоқ болып, күш болмай, әл болмай, энергия болмай, күні бойы жұмысыңыз берекесіз болса, өзіңіз берекеңіз қашып жүретін болсаңыз, мазасызданып жүретін болсаңыз, міндетті түрде Али Праймды алып ішетін болсаңыздар, сіздерде энергия пайда болады, шабыт пайда болады, көңіліңіз көтеріледі, күш қуат пайда болады. Келесі өнім G-Flex, буындар ауыратын адамдарға таптырмайтын нәрсе, өте керемет. G-Flex өнімі, енді өзім іштім G-Flexті да, маған өте күшті көмектесті. Өйткені менопауза уақытында қазір әйелдерде не болады? Біріншіден буын кетеді, аяқтары кетеді, то есть әлсірейді, неше түрлі буын аурулары пайда бола бастайды. Сондықтан маған жаңағы жүре беріп, маған тазобедренный артроз деген жаңағы диагноз қойды. Осы G-Flexті ішіп, қазіргі таңда өте керемет нәтиже алдым. 120 таблетка 2 ай бойы ішесіздер. Өте жаңағы қолайлы, таңертең тамақтан кейін бір таблеткасын, кешке жақын тамақтан кейін жаңағы бір таблеткасын ішесіздер. Именно G-Flex виде таблетки, ал Калангард, басқа өнімдер тілдің астына виде порошка ұнтақталынған. Тілдің астына сеуіп ішесіздер, да, тілдің астындағы қан арқылы бойыңызға тез сіңеді, 98% сінімділік көрсетеді, жылдам нәтиже көретіндерді содан. Ал G-Flex мысалы да, тоқшегіңізді бәрін тазартып болғаннан кейін осыны алып ішіңіздер, буындарыңыз, тізелеріңізде проблема болатын болса, бұның құрамында глюкозамин, хондроитин бар, өте керемет өнім, біздің буынға керек. Жаңағы да, мысалы да, шеміршектің нек ортасындағы сұйықтық кетіп қалады, мысалы қажап, мысалы да, операцияға барып жатады, кейбіреулер темір салғызып жатады, соған жеткізбеңіздер. Аяғыңыз ауырды ма, буыныңыз ауырды ма, не істеп жатыр? Маған хондроитин, маған глюкозамин керек деп жатыр, мені майла деп жатыр. Машинаны жүру үшін моторын майлаймыз ғой, сол сияқты біздің де жаңа буындарымызды майлап отыру керек. МСМ бар, то есть буындарды майлайды. Буындарды майлап қана қоймай, сіздің буыныңыздың ұзақ сізге қызмет етуіне мүмкіндік береді. Ауырмай, сырқырамай, сырқ етпей, например, да, шиқылдамай жұмыс жасасын дейтін болсаңыз, буыныңыз міндетті түрде G-Flexті алыңыздар. Жай ғана мысалы да, ол буынға емес, бұның да өте керемет жаңағы мышцы деп жатады ғой, бұлшықеттерді да қатайтады. Бұлшықеттің да жұмыс жасау қабілетін де қатайтып, жаңағы бұл қатайған бұлшықет не істейді? Сүйекті қорғайды. Ал бұл жаңағы G-Flex сіздің бұлшықетіңізге, сүйегіңізге керекті заттардың барлығы осының құрамында бар. Келесі, енді қараңыздар, өнім керемет да, керемет өнім ішіп нәтиже алып жатқан өте көп. Калангардта мысалы іш құрылысын тазартып жатыр, әртүрлі неше түрлі паразиттер шығып жатыр да, іш құрылыстан да шығып жатыр, көзден де паразиттер шығып жатыр да, керемет нәтижелер болып жатыр. Өзімде де керемет нәтиже болды. Әрине біреуге айтамыз, міндетті түрде мысалы бөліскіміз келеді. Сол сияқты нәтиже көргеннен кейін біреумен бөлісе отырып, сіз өте жақсы бұл компаниядан табыс табуыңызға болады. Қандай табыс табуға болады? Қандай мүмкіндік бар? Бұл да 8 табыс көзі бар. Бірінші реферальный бонус, екінші регистрационный бонус дейді, үшінші апгрейд бонус дейді, төртінші бинарный бонус, бесінші матчинг бонус, алтыншы линейный бонус, жетінші бонус за лидерство бар. И сегізінші жаңағы өзінің компанияның акциясы виде токена сый ретінде алуға болады. Осының бәрін қалай табуға болады, қалай алуға болады, қазір жақсылап мұқият тыңдаңыздар, сіздерге айтып беремін. Мысалы 4-ақ пакет бар бізде да. S-Global компаниясының 4 пакет бар. Бірінші пакет мысалы $34, долларға 19.040 теңге.
То есть бірақ продукт аласыздар, бір өнім 30 PV беріледі сізге, барлық выплаталардың барлығы мысалы да PV мен төленеді. Бір өнім аласыз, қандай өнім аласыз, алғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Калангард алам дейсіз, Sunrise алам дейсіз, Sunset алам дейсіз, өзіңіз білесіз, өзіңіздің таңдау бойынша бір өнім аласыз. Бұл бірінші бизнес пакет, консультант деген. Екінші бизнес пакет, ол лидер, $102 теңгеге шаққан кезде 57.120 теңге. Сізге 90 PV беріледі. 3 өнім аласыз. 3 өнімді де өзіңіз таңдап аласыз. Үшінші бизнес пакет $408 тұрады. Бұл билдер пакеті теңгеге шаққан кезде 228.800 теңге. 360 PV беріледі, 12 өнім аласыз, 12 пачка. Өзіңіз таңдап аласыз. Мейлі 6 калангард аласыз ба, 12 пачка калангард аласыз ба, әлде микс қылып аласыз ба, ол жағын өзіңіз білесіз. Компания мынаны ал деп бермейді, өзіңіз таңдайсыз. Ең бастысы 12 өнім алсаңыз, мысалы да, жаңа 360 PV болатын болса, солай жаңағы ала беруіңізге болады таңдап. Енді төртінші бизнес пакет $884 тұрады, ол пионер пакеті 780 PV беріледі, 26 пачка өнім алуға болады. 26 калангард алуыңызға болады, 26 Sunrise, әлде микс қылып аласыз ба, оны өзіңіз білесіз. Бұл төртінші бизнес пакет. Бизнес пакетті, қай бизнес пакетті аласыз, бір-ақ рет аласыз, өмір бақи сол бизнес пакетте тұра бересіз. Ешқандай подтверждение, ештеңе жоқ, мына бизнес пакетінде жанат бүйт. Әрине, жаңағы апгрейд жасауға болады. То есть калангардты алғаннан кейін, мысалы калангард бизнес пакеттен кейін, мейлі 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін лидер бизнес пакетіне апгрейд ретінде өтуге болады. Мейлі 1 жылдан кейін, 10 жылдан кейін лидер боласыз ба, өзіңіз білесіз, қай бизнес пакетте. Бірақ рет алдыңыз, сол өмір бойы сол бизнес пакетте жаңағы тұрасыз. Бірақ үлкен апгрейд арқылы билдер немесе пионерге өтуге болады. Оны қазір сіздерге барлығын түсіндіріп айтамын. Бірінші қандай бонустар бар? Бірінші реферальный бонус бар. Реферальный бонус, ол сіздің ұсынған адамыңыз өзі тіркеліп алатын болса өнім, сіз 20%-дан 30%-ға дейін табыс көре аласыз. Сол адамыңыздан, өзіңіздің шақырған, өзіңіз лично шақырғанда, сіздің атыңыздан тіркелген адамнан осындай пайыздық бонус аласыз. Келесі, мысалы, реферальный бонус қалай алуға болады? Егер де сіз консультант бизнес пакетінде болсаңыз, жаңа $34 бизнес пакетінде болсаңыз, консультант шақыратын болсаңыз, сіз 20% жаңағы реферальный бонус сразу аласыз. Сіздің кабинетіңізге түседі. Ал лидер бизнес пакетіне тіркелсе, өзіңіз консультант болып, лидер бизнес пакетін сіздің шақырған адамыңыз алатын болса, сіздің ұсынған адамыңыз, онда сізге жаңағы 23 жаңағы пайыз түседі. Соның 15%-ын сіз жаңағы неге шығарып аласыз? Каспиға шығарып алуыңызға болады. Ал қалғаны сізге апгрейдте тұрады. Мысалы, билдер бизнес пакетін ұсынатын болсаңыз, келіп алатын болса, сіздің ұсынған адамыңыз, то есть одан 26% аласыз, оның 26%-ын 10%-ын шығарып алуға болады, қалғаны сізге апгрейдке, келесі бизнес пакетке сақталады. Ешқайда үстіне спонсорға кетпейді, бұл компанияны ешкімнің ақысын жемейді, сондықтан өзіңізде қалады. Тек қана сізге пакетіңізді жаңартуға жиналады. Сіз консультант бизнес пакетінде болып, билдер бизнес пакетіне ұсынған адамыңыз бизнес пакетін алатын болса, пионер, то есть сізге 30% жаңағы бонус түседі, реферальный бонуста. Соның 10%-ын шығарып аласыз, ал қалғаны сізге келесі бизнес пакетке жаңартуға тұрады. Ешқайда үстіне кетпейді. Лидер болсаңыз, мысалы, консультант шақырсаңыз да 20% аласыз, ал лидер бизнес пакетті ұсынсаңыз, келіп тіркелетін болса, онда 23% аласыз. Билдер бизнес пакетінен 18% аласыз, шығарып аласыз да, 26% аласыз, 18%-ін шығарып аласыз, лидер бизнес пакетінде болсаңыз. Ал егер пионер бизнес пакетін шақырсаңыз, лидер бизнес пакетінде болып, лидер жаңағы
То есть қараңызда, онда сізді 30% сізге түседі, негізі 13%-ын шығарып аласыз, қалғаны сізге неге тұрады? Апгрейдке тұрады, жаңартуға, өнім алуға да. Ал енді билдер бизнес пакетінде болсаңыз, егер де $408 бизнес пакетінде болсаңыз, онда консультант келіп тіркелетін болса сіздің ұсыныс бойынша, то есть 20% сізге сразу түседі. Ал егер лидер бизнес пакетіне ұсынатын болсаңыз, онда сізге 23% түседі. Билдер бизнес пакетіне тіркелсе 26% сразу аласыз. Ал пионер бизнес пакетіне тіркелсе, мысалда 21% шығарасыз, қалған 30% түседі, қалғаны сізге апгрейдке тұрады, жиналады, ешқайда кетпейді. Ал пионер бизнес пакетінде болатын болсаңыз, консультантта тіркелсеңіз 20% сізге түседі. Лидердан да 23% түседі, лидер бизнес пакетін ұсынсаңыз. Ал егерде билдер бизнес пакетін ұсынатын болсаңыз, тіркелетін болса, онда сізге 26% түседі. Ал пионер бизнес пакетін ұсынатын болсаңыз, 30% түседі. Қараңыздар да, консультанттан $6 түседі, жаңағы лидердан $20.70 түседі. Билдер бизнес пакетіне тіркелетін болса, рефералка $93 60 түседі. Ал егер пионер бизнес пакетін, өзіңіз пионер бизнес пакетіне жаңағы келетін болса, пионер, онда сізге $234 түседі, $234. Сондықтан осындай жаңағы реферальный бонус табуға болады. Пионер бизнес пакеті болған дұрыс негізі да. Пионер бизнес пакетін, қай бизнес пакетті алсаңыз да, өмір бойы сол бизнес пакетте тұрасыз. Қай уақытта жаңартам дейсіз, өзіңіз білесіз, ешқандай обязаловка жоқ мына жерде да. Бизнес пакетті қорғау керек, или ұстау керек деген жоқ. Бірақ рет алдыңыз, болды, өмір бақи тұрасыз сол бизнес пакетте. Келесі бонус за регистрация, қаншама, мысалы да, кейбір компанияларда бар, регистрация жасап берші, мен білмеймін, түсінбеймін, жасап берші дейтіндер өте көп. Сондықтан бұл компания сол регистрация жасаған үшін сізге табыс береді. Өзіңіздің жаңағы серіктестеріңізге, серіктесіңіздің серіктестеріне, мейлі 100-ші жаңағы қатарда келген адам, 20-ші, 30-ші қатарға келіп тіркелген адамдардың тіркесеңіз де, өзіңіздің кабинетіңізден жаңағы тіркегеніңіз үшін сізге компания табыс береді. Сондықтан бұл бонус за регистрацию дейді. Егер консультант бизнес пакетінде болатын болсаңыз, мейлі консультант, лидер болсын, билдер болсын, пионер тіркейтін болсаңыз, 1% аласыз әрбір бизнес жаңағы неден, пакеттен. 1%, егер өзіңіз консультант болатын болсаңыз да, $34 пакетінде болатын болсаңыз. Ал егерде сіз лидер бизнес пакетінде болсаңыз, онда қай пакетті тіркеңіз, мысалы өзіңіздің кабинетіңізден, то 1,5% аласыз жаңағы тіркегеніңіз үшін. Сол жаңағы сатып алған адамның суммасынан 1,5% несі PV-нан сізге есептеліп, сіздің кабинетіңізге бонус за регистрацию тоже моментально түседі. Ал егер сіз билдер бизнес пакетінде болатын болсаңыз, билдер бизнес пакетінде болып, консультант болсын, лидер болсын, билдер болсын, пионер болсын, қай бизнес пакетке адам тіркейсіз, 2% сізге, 2% сізге жаңағы тіркегеніңіз үшін сізге тағы бонус береді компания. Егер де сіз пионер бизнес пакетінде болсаңыз, онда консультантты тіркеңіз, лидер бизнес пакетіне тіркеңіз, билдер бизнес пакетіне тіркеңіз, пионер бизнес пакетіне тіркесеңіз де 2,5% аласыз. Қараңыздар, консультант бизнес пакетінен, например, 0,75 цент аласыз да. Ал егер лидер бизнес пакетіне тіркелетін болса, тағы да жаңағы реферальный бонус аласыз ғой, еще тіркегеніңіз үшін регистрация бонусыз 2,25 цент, $2.25 түседі. Ал егер билдер бизнес пакетіне тіркелсе, $408 мысалы да, 2,5%, ол $9 сізге за регистрацию компания төлейді. Ал егер пионер бизнес пакетіне тіркейтін болсаңыз, өз кабинетіңізден 2,5%, ол $19.50, ол 11.000 теңге. Қараңыздар, сіздің да, мысалы, кабинетіңізден 110 жаңағы пионер тіркелдік, 10 пионеріңіз, мысалы, 11.000 теңгеде, примерно 11.000 теңгеде, теңгеге шаққан кезде, сол кезде, мысалы, қанша болады? 110
пионер нетсе 110 мың теңге. Ал егер 100 пионер тіркелсе сіздің кабинетіңізден ертең жұмыс жасап кететін болса 100 пионер, то есть қанша болады ол тіркегеніңіз үшін? Жаңағы 1 миллион 100 мың теңге 100 адам тіркелетін болса. Ал егер 1000 адам тіркелетін болса, именно сіздің жаңа кабинетіңізден 1000 адам пионер пакетін алатын болса, онда где-то мысалы өте көп та 11 миллионға дейін табыс табуға болады. Құр тіркегеннен. Сондықтан өз кабинетіңізден тіркеп, осындай табыс көруге болады. Ешқандай компанияда сіз тіркегеніңіз үшін, сіз партнеріңізге, серіктестеріңізге көмектескеніңіз үшін ешқандай не бермейді, табыс бермейді. Бұл компания сіз өзіңіздің серіктестеріңізге, командаңызға көмектескеніңіз үшін, өзіңіздің кабинетіңізден тіркегеніңіз үшін, мысалда, сізге осындай табыс көзін береді, бонус береді. Ал енді келесі үшінші бонус за апгрейд деген бар да. Апгрейд ол пакетін жаңартқан кезде. Мысалы консультант мысалы қараңыздар да. Егер де консультант лидер болатын болса, $68 тағы да 2 өнім алатын болса, лидер любой уақытта, мейлі 10 жылдан кейін жаңартуға болады. 1 айдан кейін жаңартам дейме, 1 аптадан кейін, 1 күннен кейін өзі қалаған уақытында апгрейд жасай алады. Определенный условия жоқ. Мына күндері шығу керек, апгрейд жасауың керек, осы уақытқа дейін деген ешқандай не жоқ бұнда. Обязаловка дейміз ғой, мысалы да, шектеу деген жоқ. Сондықтан қай уақытта өзіңіз жаңартқыңыз келеді, бизнес пакетіңізді сол уақытта жаңарта бересіз. Ал жаңағы консультант, мысалы сіздің астыңыздағы серіктесіңіз консультант болса, лидер пакетін жаңартатын болса, сізге 23% разницасынан түседі. 60%-дан жаңағы не түседі, разницасы түседі. Ал егер де консультанттан сразу билдерға шығатын болса да, онда 26% түседі. Ал егер консультанттан мысалы пионерге өтетін болса, сразу пионер пакетін жаңартса, пионер пакетіне, онда сразу мысалы 30% түседі. Ал консультанттан пионерге жаңартқан дұрыс. Серіктестеріңіз сразу пионерді жаңартатын болса, онда табыс тез келеді. Жылдам табыс табуға болады. Осындай табыс көзін жіберіп алмаңыздар. Ал егер де мысалы қараңыздар, лидердан жаңа билдерге де өтуге болады. Мысалы лидер бизнес пакетінде болатын болсаңыз, $306 төлеп, билдер бизнес пакетіне өтуге болады. Ал билдер бизнес пакетінде болсаңыз, пионерге өту үшін $476 төлейтін болсаңыз, пионер пакетіне өтесіз. Мейлі қай уақытта өткіңіз керек, сол уақытта өтесіз. Ал енді қараңыздар, кейбір компанияларда мысалы бір рет тіркеледі, болды, апгрейдтен табыс көрмейді. Бұл компанияда сіздің серіктесіңіз апгрейд жасағаннан да табыс көзін көруге болады. Жаңа көрсеттім ғой да, қаншама пайыз көруге болады. Пионер бизнес пакетіне өткен дұрыс, негізі консультанттан сразу пионер бизнес пакетіне өтетін болса, онда сіз жаңағы $234 мысалы не аласыз сразу, и жаңағы не аласыз, өте жақсы $156 дейін жаңағы табыс көзін алуға болады. Келесі бинарный бонус дейді. Бинарный бонус деген білеміз, екі аяқпен табыс көзі, екі аяқпен қандай табыс көзі береді да? Бинар көп, бинарларда мысалы да көп бинарлар бар, әрине әртүрлі бинарлар бар. Енді бұл ерекшелігін айтайын, бұл компанияның консультант бизнес пакетінде ғана $34 ғана тіркеліп, сіз бинарный бонус ала бересіз. Кейбір компанияларда сіздің жай ғана консультант шамалы суммаға, құр консультант бизнес пакетін ғана алып, бір жай ғана ең кішкентай бизнес пакетті алып, сіз үлкен табыс көзіне ие бола алмайсыз, бинардан табыс ала алмайсыз. Бұлда уже жай ғана консультант бизнес пакетінен да бинар бойынша табыс көзін алуға болады. Табыс көз 9%-ға дейін жаңағы табыс көзін алуға болады 30 PV-дан. Ал 30 PV-дан одан жоғары 4,5 мың PV-ға дейін болса, сол күні, мысалда, онда 4,5% жаңағы бинардан алуға болады табыс көзін. И содан кейін мысалы қараңыздар да, көбір бинарда ограничение бар. Енді консультант бизнес пакет болғаннан кейін, бұнда апталық жаңағы лимит, ақшаны шығару
жаңағы $436 дейін шығаруға болады. Айына $6156 дейін шығаруға болады. Жай ғана бұл консультант бизнес пакетінде. Бұл 19,000 теңгенің бизнес пакеті. Ал егер лидер бизнес пакетінде болатын болсаңыз, мысалы онда бинар 10%-ға дейін аласыз, 90 PV-дан 10% аласыз, одан жоғары 18,000 PV-ға дейін 5% аласыз. Егер сол күні мысалы жасалынса 18,000 PV. Ал енді бұның лидер бизнес пакетінде мысалы аптасына $6,363 дейін шығаруға болады, айына $27,270 дейін шығаруға болады. Келесі бизнес пакет билдер бизнес пакеті. Бұл билдер бизнес пакетінде 11% бинар алуға болады. Бинар бонусын алуға болады $360 PV-дан $40. Ал одан жоғары болса, сол күні 360 PV-дан, мысалы 90,000 PV-ға дейін, мысалы 5,5% бинар бонус алуға болады. Ол $4,950 дейін. Ал максимальный, мысалы аптасына $34,930 дейін шығаруға болады. Ал айына $149,700 дейін шығаруға болады бинар бонус. Ал егер пионер, жай ғана пионер жаңа бизнес пакетін алатын болсаңыз, ол $884 бизнес пакеті, жаңа 26 өнім аласыздар. И сосын жаңағы бұнда бинарный 12% жаңағы бинарный бонус аласыз, 780 PV-дан, мысалы $94 аласыз бинардан. Ал егер де одан жоғары болатын болса PV товарооборотта, қалғаннан 6%-дан шексіздік ала бересіз. Бинар бұнда шектеу жоқ. Пионерде мүлдем шексіз ала бересіз. Глубинаға дейін, 1-ші, 1000-ші, 2000-ші глубинаға дейін ала бересіз. Шектеу жоқ. Содан кейін апталық жаңағы табыстан да шектеу жоқ шығаруға. Сосын айлық табыстан да шектеу жоқ. Көрдіңіздер ғой да, құр бизнес пакет қана алып, шектеусіз жаңағы табыс көзін табуға болады. Көп бинарда қаншама шектеусіз табыс алу үшін бинардан қаншама товарооборот жасау керек. Бәленбай $1000, $1,000,000-ға дейін товарооборот жасап қана бинардан шектеусіз табыс көзіне шығуға болады. Сондықтан S-Global компаниясында өте керемет сондай шектеулері жоқ. Сол енді келесі жаңа бинарный бонусты айттым, енді қалай табыс кішкентай аяқтан аласыздар. Жаңағыда пионер болатын болсаңыз, 12% алуға болады. Мысалы, жай консультант бір жағыңызға пионер тіркелсеңіз да, өзіңіздің реферальный бонусыңызды аласыз, регистрационный бонусыңызды аласыз. Бір жағыңызға консультант тіркелетін болса, то есть любой бинарда кішкентай аяқтан алады табыс көзінде 30 PV-да, мысалы аласыз жаңағы 12%, $3.60 аласыз. Ал егерде мысалы 780, например, PV 3 адам кеп пионер болып тіркелетін болса, бір жақ аяққа, ол үлкен ножка дейді, бір жағында екеуі 780-нен тіркелетін болса, ол малый ножка дейді. Сонда общий барлығы $140, кішкентай аяқтан $140 40 цент алуға болады. Осындай табыс көзін табуға болады. Егерде мысалы қараңыздар да, өзіңіздің 2 адам ғана шақырып, 2 адамыңызды тек қана 2 адам шақырып, әрбір келген адам сіздің командаңызға каждайына тек қана 2 адам ғана шақыратын болсаңыздар, шақырып үйретсеңіздер, 105 күн ішінде мысалы 2 адамнан шақыратын болса, то есть консультант бизнес пакетіне ғана шақыратын болса, $44,236 дейін табыс табуға болады. 2 адамнан шақырып бәрін сізді қайталайтын болса, лидер бизнес пакетіне тіркейтін болсаңыз, 2 адам ғана шақырып, онда 105 күннің ішінде $147,456 дейін табуға болады. Ал егер билдер бизнес пакетін шақырып 2 адам сізді бәрі қайталайтын болса, 105 күннің ішінде, онда $324,423 дейін табыс табуға болады. Ал егер 2 адамды пионерге шақырып, олар тек қана сізді қайталайтын болса, каждый адам, келген адам 2 адам шақыратын болса, пионер бизнес пакетіне, онда сіз жаңағы $766
долларға дейін алуға мүмкіндік, табыс табуға мүмкіндік болады. Ал келесі матчинг бонус. Матчинг бонус бұл қандай бонус? Матчинг бонус егерде сіз бір адам шақырып, мысалы да, бір адамыңыз өзіңіз өнім алдыңыз, болды, өнім алып, сіздің адамыңыз тек қана жаңағы бірақ өнім сатып алды, содан кейін жұмыс жасап кетеді. Жұмыс жасап кетіп, мысалы сіз басқа ешкім шақырмасаңыз да, ол адам өте жақсы табысқа шығатын болса, оның табысынан түсетін табысты матчинг бонус дейді. То есть сіз жаңағы сіздің мүмкін сіз 10 адам шақырарсыз, 10 адам жұмыс жасап кететін, немесе 2 адам, немесе 3 адам, немесе бір-ақ адамда қандай табыс тапса да, сол адамның табысынан табыс түседі. Пайызды қандай пайыз түседі? Қазір сіздерге көрсетемін. Матчинг бонус, мысалы қараңыздар да, матчинг бонус дегеніміз, мысалы да, егерде сіз консультант бизнес пакетінде болсаңыз ғана тоже матчинг бонус ала бересіз. Мысалы пионер емессіз, жай ғана консультантсыз. Онда сіз өзіңіздің жаңағы бірінші қатардағы адамыңыздан 5% матчинг бонус аласыз. Екінші қатардан 4% жаңағы матчинг бонус аласыз да. Үшінші қатардан 3% матчинг бонус аласыз. Ал егер төртінші қатардан матчинг бонус алғыңыз келсе, онда золото деген дәрежесіне шығуыңыз керек. Қараңыздар, жай ғана мына консультант бизнес пакетінде ғана болып, золото деген дәрежеге шығуға болады. Ал егер лидер бизнес пакетінде болатын болсаңыз, онда 5-6 қатарға дейін жаңағы матчинг бонус алуға болады. Бірақ ол үшін платинум жаңағы 6 қатардан алу үшін сапфир болу керек дәрежесінде. Лидер бизнес пакетінде болып, жаңағы платинум, сафир деген дәрежелерді жабуға болады. Егер де билдер бизнес пакетінде болсаңыз, билдер бизнес пакетінде, онда 7-8 қатарға дейін алуға болады. 11% матчинг бонус. Рубин болу керек, ол үшін 7 қатардан алу үшін. 8 қатардан алу үшін изумруд болу керек. Ал пионер бизнес пакетінде болсаңыз, мысалы да, 9-10 қатарға дейін алуға болады. Енді 9 қатардан алу үшін матчинг бонус бриллиант болу керек. Ал 10 қатардан алу үшін двойной бриллиант болу керек. Енді қараңыздар, жай ғана консультант болдыңыз да, сіз жай ғана консультантсыз. Мысалы сіздің тіркетіңіз, бір пионерге біреуді тіркедіңіз, бір адамды, ол мысалы $1000 шықты, $10.000 немесе $100.000 шықты. Сол кезде сол адамның табысынан сізге 5% бірінші қатардан. Ал ол енді қалай $10.000 табысқа шығады, мысалы да, или $100.000 табысқа, $1000 табысқа шықса да, команда құрды деген сөз да, ол командамен жұмыс жасады деген сөз да. Ал қараңыздар, екінші қатарында оның 5 адамы жұмыс жасап отыр дейді. Сол 5 адамнан 4%, бір-ақ адам шақырып, бір адам ғана жұмыс жасап кететін болса, матчинг бонус табуға болады. Ол екінші қатардағы адам, мысалы да, екінші қатардағы адам, мысалы да 3 адам қатты жұмыс жасауы мүмкін, 4%-ға дейін алуға болады. Үшінші қатардағы адамнан, мысалы да, 3% үшінші қатарда ол адам, мысалы $10.000 табыс табатын болса, үшінші қатарда 20 адам жұмыс жасауы мүмкін да. Біреу $500 алуы мүмкін, біреу $300, біреу $1000, біреу $10.000 алуы мүмкін. Үшінші қатарда, мысалы 3% құр консультант қана болды. Сол сияқты осындай матчинг бонус өте керемет күшті табыс табуға болады. Келесі табыс көзі, 6-шы табыс, линейный бонус дейді. Ол линейный бонус бәріміз бизнес пакетті алдық. Ішіп отырмыз, мысалы да. Ешқандай обязаловка жоқ. Шектеу деген жоқ. Ананы бизнес пакетін сақта, қорға деген жоқ мүлдем. Бір алдыңыз, болды, өмір бақи сол бизнес пакетте боласыз. Өзіңіз жаңартқыңыз келсе, пионер бизнес пакетінде болсаңыз да, өмір бақи сол бизнес пакет, оны жаңартып керек емес да. Бүкіл привилегиялар бар да. Енді қараңызда, жаңағы линейный бонус дегеніміз не? Линейный бонус, мысалы қараңыздар да, линейный бонус. Бірінші жаңағы бизнес пакет, бірінші бизнес пакетте, жаңағы бәр повторный 1000 адам бар ма, 100 адам бар ма, 10 адам бар ма командаңызда, мысалы да, бірінші қатардан, мысалы да, жаңағы 10% повторный, бірақ жаңа калангард болсын, бірақ санрайз сатып алатын болса, ай сайын сатып алатын болса, сол сатып алған повторный покупка деп айтады, қайталанып сатып алған өнімнен сіз, мысалы да, линейный бонустан табыс таба аласыз. Бірінші қатардан 10% түседі, екінші қатардан 15%, үшінші қатардан 20%, төртінші қатардан 15%,
бесінші қатардан 10%, алтыншы қатардан 5%, жетінші қатардан 5%, сегізінші қатардан 5%, тоғызыншы қатардан 5%, оныншы қатардан 5%, 95%-ға дейін жаңағы табыс көруге болады, линейный бонустан табыс. Сондықтан құрметті серіктестер, мысалы да қайталап, адамдарымыз егерде уже болды бір бизнес пакетті алды, өмір бақи оны қайталап керек емес, міндетті түрде қайталап алады, өздеріне керек, өйткені оны өмір бойы ішпейді, мысалы бітеді ғой, қолдарындағы бизнес пакеттегі өнім ай сайын алып отыратын болса, біреуі Sunrise алады, біреу Калангард алады, біреу суставной алады. Мысалы да командаңызда 1000 адам бар ма, 100 адам бар ма, қайталап алғаннан сіз постоянно осындай табыс, пассивный табыс шақырмай-ақ осы қайталап алғаннан табыс, үлкен табыс табуға болады. Енді қараңыздар да, кейбір бинарда бұндай линейный бонус жоқ, бұндай өйткені постоянно шақыру керек, бинарда шақыру керек. Мұнда бір команда жинап алатын болсаңыз, сол командаңыз бір-ақ заттан алып отыратын болса, өте күшті, үлкен көп табыс көзін көруге болады. Қандай табыс көзін көруге болады? Қараңыздар да, міне бірінші линиядан $10 көрсеңіз, екінші мысалы линиядан 240, үшінші қатардан $3000, $200-ға дейін, төртінші қатардан $24000, бесінші қатар $160,000-ға дейін, $800,000, алтыншы қатар $800,000-ға дейін. Бұлай қарап отырсақ, $320 миллион дейін линейный бонустан да табыс табуға болады. Өйткені ең көп табыс көзі осы жаңағы линейный деді ғой, сол бонус, классикалық бонус. Сондықтан осындай керемет бұл өнім, мысалы іңгәлап туған баладан кәрі жасқа дейін ұсынуға болады. Сұранысқа күнделікті бәріне ұсынуға болатын өнім. Бір-ақ рет массажер емес, бір-ақ рет анандай немес, мысалы стелька емес, бір-ақ рет сатып қоя салатын. То есть бұл постоянно күнделікті, күнде керек нәрсе. Әрбір адамзатқа, өйткені бұл қорек, бұл жасушалар қорегі, клетка. Біздің клеткаға күнде әртүрлі дәрумендер, минералдар керек, мысалы да, соның әрбір клеткамызды қоректендіретін өнім барлық іңгәлап туған баладан кәрі жасқа дейін ұсынуға. Сондықтан әрине міндетті түрде қайталанып алыну болады. Енді келесі бонус, мысалы да дәреже бонусы, қалай дәрежелерге шығу керек? Егер де сіз басынан бастап тіркелгеннен, егер сіздің табыс көзіңіз $250,000-ға жететін болса, онда жаңағы золото деген дәрежені жабасыз. Золото $50 премия беріледі компания сізге, и $50-ға сізге жаңа компания өзінің құнды активі токені ретінде сізге сыйақыға өзінің құнды активін береді. $250,000 бір аптада жабасыз ба, бір күнде табасыз ба, әлде бір айда ма, бір жылда ма, 10 жылда ма, мысалы накопительный да. То есть жиналып, ешқандай определенный тағы условия жоқ. Әйтеуір $250,000 болса, бүкіл барлық тіркелген күннен бастап жиналған табысыңыз, онда голд деген жаңағы дәрежені жабасыз, золото деген. Содан кейін ал $5,000 болатын болса, онда голд стар жабасыз, $100 жаңағы премия беріледі, $100-ға өзінің құнды активін сыйақыға береді. Сосын $7,500-ға шығатын болсаңыз, платинум деген дәрежесін жабасыз, онда $150 жаңағы премия беріледі, $150-ға өзінің құнды активін береді. Келесі $10,000 дәрежеге шығатын, $10,000 табыс көзіне шығатын болсаңыз, онда платинум стар деген дәрежені жабасыз, $250 премия беріледі, $250-ға өзінің құнды активін береді. Егер де $15,000 табыс көзін табатын болсаңыз, рубин деген дәрежені жабасыз, онысын $300 сізге сыйақы ретінде береді, премия, и $300-ға өзінің құнды активін сыйақы ретінде беріледі. $20,000 дәрежеге шығатын болсаңыз, рубин стар дәрежесін жабасыз, $20,000-ға $350 премия беріледі, $350-ға өзінің құнды активін беріледі. $30,000-ға шықсаңыз, накопительно, бәрі накопительно. То есть заново жасап керегі жоқ. Накопительно $30,000-ға жетсе табыс көзіңіз, сафир деген дәрежесін жабасыз, онда $400 премия беріледі, $400-ға өзінің құнды активін береді. Келесі $40,000 дәрежеге шығатын табыс тапсаңыз, сафир стар деген жаңағы дәрежені жабасыз, сосын $500 премия, $500-ға құнды активін береді. Изумруд деген
дәреже жабу үшін $50.000 шығатын болсаңыз, изумрудты жабасыз, $750 сізге премия беріледі, $750 сізге құнды активім беріледі, $75.000 табыс көзіне жетсеңіз, изумруд стар деген дәрежені жабасыз, $1.000 премия беріледі, $1.000 құнды актив беріледі. Ал даймонд деген дәрежесін жабатын болсаңыз, $100.000 шықсаңыз, даймонд деген дәрежені жабасыз, $1.500 премия беріледі, $1.500 құнды актив беріледі. Ал егер $150.000 жаңағы табыс көзіне шығатын болсаңыз, даймонд старт деген дәрежесін жабасыз, даймонд старт. И жаңағы $1.750 премия беріледі, $1.750 өзінің компания құнды активін сыйақыға береді. Сол сияқты $200.000, $250.000, $300.000, $375.000, то есть $1 миллион дейін табыс табуға болады. $1 миллион табысқа жететін болсаңыз, 7.500 жаңағы доллар премия беріледі, қалғаны $7.500 сыйақы жаңа өзінің активін, құнды активін береді компания. Енді бұл компанияның құнды активін бергеннен кейін жаңағы бұл компанияда да жаңағы акционер болуға болады. Енді қараңыздаршы, мені осы бизнесқа шақырған, маған осы мүмкіндікті көрсеткен, менің өзімнің наставнигім дейді, менің көшбасшым, менің жетекшім деп айтуға болады. Жаңағы Тамаша Ысқақова, ол шақырды 2 жыл бұрын айтқан, негізі мен 2 жыл тыңдаған жоқпын. Биыл ғана келіп жаңағы тіркелдім. Өзім әрине жұмыс жасаған жоқпын, өйткені мен көрдім, іштім, жұмыс жасауға сондай беріліп, жұмыс жасап сөйткен жоқпын. Өнімді іштім, сосын өзім жаңағы маңайымдағы білетін адамдарға айттым, болды. Олар да ішті, керемет результат көрді, мысалы да. Қазіргі таңда Тамаша 2 жыл жұмыс жасап, $150.000 жаңағы табысқа жетіп, Diamond Star деген дәрежесін жауып отыр. $1.750 өзінің несін алды, премиясын алды, $1.750 өзінің құнды активін алады. Қараңыздаршы, осы уақытқа дейін қаншама премия алды, қаншама сыйақыға токен алады, мысалы да. Мынаның бәрін есептесек, осы уақытқа дейін 2 жылдың ішінде осындай дәрежеге жетіп отыр. Енді қараңыздаршы, бұл мүмкіндік. Ең басында әкелген кезде Тамаша ешқандай складта болған жоқ. Бір қара жұмыс жасады ғой. Өте енді компания келу оңай емес. Компания тіркелмеген, нелер таможнядан товар өткізу қиын, қаншама сертификат керек. Сонда соның барлығынан өтіп, бүкіл қиындықтан өтіп, бүкіл қара жұмысты жасаған осы Тамаша қазіргі таңда біздің немізде, Қазақстанымызда бұл компания уже тіркелген, бүкіл бізге шайнап осы 2 жылдың ішінде бәрін дайындап қойды. Соның өзінде қазіргі таңда енді міндетті түрде әрине $1 миллион Тамаша жетеді, шамалы уақыттың ішінде жетеді. Неге? Өйткені нағыз 2 жыл ғана болды компанияның құрғанына. Бұл международный компания, дүниежүзілік компания. Бұл қазіргі таңда фундамент құрып жатыр, іргетасын құрып жатыр компания. Соның өзінде уже 50 мемлекетте жұмыс жасап жатыр. 50 мемлекет. Ал енді қараңыздаршы, 2 жылдан кейін мысалы 100-ден артық мемлекетте жұмыс жасайтын болады. 2 жылдың ішінде уже 50 мемлекетте жаңағы уже қолданып, ішіп жұмыс жасап жатса. Сол сияқты міндетті түрде $1 миллион шығады. Енді бізді сол $1 миллион неге шықпасқа, неге осы Тамашаны тапқан табысын таппасқа да тек қана бір ұсына беру керек. Өнім өте керемет. Даже қараңыздаршы, кейбір бұл компания өзінің токенін шығарады, өзінің құнды активін шығарайын деп жатыр да. Қазіргі таңда, қазір шетелге баратын болсаңыз, Қытай мемлекет, Таиландқа барсаңыз, Индонезия, Сингапурға баратын болсаңыз, қазіргі таңда көп сетевой компаниялар өзінің құнды активтарын шығарып жатыр. Бірақ бізде көп Қазақстан нарығында сетевой компаниялар жоқ, продуктовый өзінің құнды активін шығарған. Ал 21 ғасыр цифровойдың ғасыры, сондықтан егер де өзінің құнды активін шығармайтын болса, компания көпке дейін бармайды. 21 ғасырдың сұранысы цифровая экономика. Сондықтан бұл компанияның құнды активі осы компанияның өніміне, осы компанияға байланған. Ал егер де жай ғана мына $1.750 мысалы кімнің Тамашаның
құнды активін санайтын болсақ, мысалы да $1750 $1750 мысалы компания $1750 білмеймін қандай бағамен беретінін, но бірақ мысалы жаңағы 1 центпен, мысалы 10 центпен беретін болса, мысалы да 10 центпен, то есть 17.500 жаңағы токен алуы мүмкін. Немесе жаңағы $1 берсе 1750 болуы мүмкін. Ол енді нарыққа байланысты. Ол нарыққа шыққан кезде оның бағасы әртүрлі болады. Нарыққа шыққан кезде мысалы 10 есе өсуі мүмкін, 100 есе өсуі мүмкін, 1000 есе өсуі мүмкін да. Оны көп қолданыста болған сайын, көп адамның қолында көп болған сайын, бұл құны да өседі да. Сол сияқты мысалы 17.500 мысалы даже мысалы бір жылдан кейін немесе 2 жылдан кейін мысалы да $1 болса да мысалы $17.500 болады. Ал егер де бұның несі $10 өсетін болса бұл токеннің да, то есть $175.000 болуы мүмкін да. Ал мысалы 4-5 жылдан кейін немесе 3 жылдан кейін немесе 4-5 жылдан кейін оның құны $100 өсетін болса, токеннің бағасы да, то есть бұл 17.500.000 болуы мүмкін. Сондықтан қараңыздар, бұл жай ғана компания емес, бұл компанияның болашағы бар, то есть финансовый подушка бар. Бұл пассивный доход деуге болады. Бұның құнды активін алуға тырысыңыздар. Бұның құнды активі бір уақыттарда сізді миллионер қылдыруы мүмкін. На ровном месте 5 жылдан кейін мысалы да, ешқандай қазіргі таңда біздің Қазақстан нарығында бұндай компания жоқ. Өзінің жаңағы токенін шығаратын, өзінің құнды активін беретін, статус жапқанға ондай не жоқ. Тек қана құр маркетингтен ғана табыс тауып жатыр. Сондықтан бұл компанияда дәреже жабуға тырысыңыздар. Осындай керемет құнды активтің бағасы не үшін өседі ертең нарыққа шыққан кезде? Өйткені бұл өнімге байланған. Биткоин алайық, эфирім алайық, мысалы кейбір қазір өте күнде бір токендар шығып жатыр ғой да, ешқандай өнімі жоқ да, жай скам токеннің өзі 10 есе, 20 есе, 50 есе, 100 есе өсіп жатыр да, ештеңеге байланбаған пустышкалардың өзі өсіп жатыр. Ал бұл компанияның өнімге байланған, осы компанияға байланған, нақты өнімге байланған жаңағы компанияның токені міндетті түрде үлкен жаңағы өсім береді. Сондықтан осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұл компанияның болашағы бар. Бұл компания сіздер үшін келген компания, сондықтан мүмкіндіктерін жіберіп алмаңыздар. Осымен мен жаңағы тамамдаймын. Демонстрация экранын тоқтатамын.